Бесқарағай ауданы, Бесқарағай ауылы Қайрат Рысқұлбеков орта мектебінің 5-ші А сынып оқушылары Тоқтаған Анарша, Бекмұхамбет Наз. Табиғаты әсем, көрікті жерлердегі киелі жануарлардың саны азайтпай, оны әрі қарай дамытайық. Бірақ осы киелі орманды сақтап қалу жеңіл жұмыс емес. Антропогендік фактордан өте көп жерлер бірақ сәтте бұрынғы жайқалып өсіп тұрған орманның тағдырын күрт өзгертеді, ал оны қалпына келтіру ұзақ мерзімді уақытты талап етеді. Мына диаграммаға сүйенсек, адам отты абайсыз пайдалануы, сөндірілмеген темекі, алау, жанып жатқан сіреңке, шыны бөтелке, тағы басқа сол сияқты себептерде өрттің арқасында алқапты жерлердің саны азаюда. Осыған орай аудан аумағында 390,8 мың алқапты жерлерді қамтитын Семей орманы мемлекеттік орман табиғи резерватты мемлекеттік мекемесі құрылды. Оның негізгі мақсаты өртке қарсы шараларды, қажетті шараларды жасау, ағаштарды кесу, зиянкестерден қорғау мекемелермен өткізілетін шаралар кешені. Өзім табиғатты қалай қорғай алам және інімен бауырларыма туған қасиетті жерін қалай көркейту туралы өзіме сұрақ қойып жүрдім. Осы сұрақты шешуіме менің ұстазым көмектесті. Ол табиғатты танудың ең сенімді құралы бақылау мен тәжірибе деген Галилейдің Табиғатым, тіршілігім, ырысым. Сенсіз менің тарылады тынысым. Биік тауларына қарасам, алшам басып түзіледі жүрісім. Сенсіз менің тазалығым, тынығым, сенсіз менің үзіледі үмітім. Сен бар жерде жыр тұнады көңілге, сен бар кезде қосынамын өмірге.